Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта осындай көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Міне бүгін осындай сырный шариктерді жасадым. Өзім заказға жасайтын сырный шариктердің рецептімен сіздерге бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Ыстық күйінше жесеңіздер өте керемет. Ең алдымен осындай жұмыртқаны ағын осылайдан сарысынан бөліп алатын боламыз. 2 жұмыртқанымызды енді осыны бөліп алған соң миксерлейтін боламыз. Миксердің жай скоростынан қатты скоростына дейін тоқтамай 2-3 минут бойы осылайынан айналдырамыз. Жақсылап миксерлеп шығамыз. Ағарып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Мінекей осылайынан миксерлеп шықтым. Міне аппақ көп болып, міне төңкерсеңізді не қылмайды, төңкерілмейді. Міне осының үстіне сырымызды түдеркіден өткізген. Ұнымызды саламыз, разрыхетелімізді, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап осындай қасықпен араластырып шығатын боламыз. Енді осыны жақсылап басы біріккенше осылайынан айналдырып шығамыз. Қолмен араластырсаңыздар да болады. Мен мінекей осылай қолымызды майлап отырып, жаңғақтың көлемімен бірдей етіп, осылайынан думалақ шариктер жасайтын боламыз. Осы шариктерді панировочный сухариге аунатып пісіретін боламыз. Сол кезде бір әдемі, виді де әдемі болады, дәмі де өте керемет болып шығады. Осылайынан шариктеріміздің барлығын айналдыра отырып жасап аламыз. Мінекей жасап алдым. Енді қызып тұрған орташа от майымызды құйып, қызып тұрған орташа отта осылайынан айналдыра отырып, қызартып, осылайынан пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды сырный шариктеріміз, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, заказға жасасаңыздар да болады. Осылайынан рулеттердің үстіне қойып қойсаңыздар өте әдемі болып шығады. Ас болсын.